E-қызмет платформасында сіздер тестілеуге жазылғаннан кейін мына кезде өзіңіздің личный делоларыңызды толтыру керек боласыздар. Например, мына кезде сіздердің өздеріңіз ат-жөндеріңіз шығып тұрады, соған басасыздар. Басқан жерде сіздерге мына кезде түйіндеме деп шығады. Орысша тілде тұрса резюме шығады. Қазір орысшаға қойып алайық. Личный данныйларыңыз шығатын болады. Сол кезде, мысалы, мына кезде образованияларыңызды толтырасыздар. Карандашқа бассаңыздар, сол кезде шығады. Мына кезде добавить еще одно место обучения кіресіздер. Если сіздерде колледждан кейін университет, одан кейін магистратура болатын болса, 3 дипломдарыңыздың обязательно үшеуін де бірге салу керек болады. Себебі сіз именно барып жатқан мамандығыңыз қайсысы, соған байланысты кіретін боласыздар. Мына кезде сіздер қашан оқуды, қай жылы түстіңіздер, соны жазасыздар. Конец, оқуды қашан аяқтадыңыз, соны жазасыз. Учебное заведение на русском языке, толық аты жөні дипломда жазылып тұр ғой, мемлекеттік мекеменің. Соны орысша жазасыздар, қазақша жазасыздар. Тип учебного заведения бастаңыздар, мына кезде шығады. Академия болса, академияны таңдайсыздар. Гимназия қай жер екен, мысалы, колледж болса, колледжді таңдап, соныкін саласыздар. Например, мына кезде қараңыздар, университетті таңдаймыз. Содан кейін уровень образования, высшее образование деп таңдаймыз. Колледж болса, басқа варианттарын таңдайсыз ғой, после среднее образование, магистратура болса, после вузовское образование деген сияқты. Форма обучения, қандай формада оқыдыңыз, очно ма, не очно ма. Например, в данном случае очно. Специальностьқа мына кездегі кодтары бар. Кодтармен де қарауға болады. Мына кезде кімдікі екенін, өзіңізге керегін таңдайсыз. Квалификация, сізде дипломда жазылып тұр, қандай мамандық егер болғаныңыз жазасыз. Номер диплома, бүкіл дипломда, сертификатта жазылған номері. Колледждарда ТКБ болады, университеттерде БД деп басталады, ағылшынша, содан кейін ары қарай номер. Обязательно жазған кезде алдындағы әріптерін жазуларыңыз қажет. Магистратурада тоже сертификатында көрсетілген. Содан кейін мына кезде обучение по госпрограмме образования дейді. Выберите из сертификата, если сіз болашақ немесе академия управление при президенте налардың ешқайсынан өтпеген болсаңыз, другие вариантын таңдайсыз. Страна обучения, мысалы, сіз шетелден алған дипломыңыз болса, сол шетелдікін көрсетесіз. Егер Қазақстаннан алған болсаңыз, қазақстандікін көрсетесіз. Мінекей Қазақстан таңдалады. Сосын міндетті түрде загрузить скан документаға кіресіздер. Выбрать файл деп дипломыңызды скандайсыз, сертификатын, 3 приложениесін қазақша, орысша, ағылшынша міндетті түрде скандау керек. Сосын мына кезден еще оны жымат етесіздер, себебі сіздерде мына кезде вроде 200 мегабайттан артық болса салынбай қалады. Таңдайсыздар. Көрдіңіз ба, мына кезде уже не загружать документ размером более 2 мегабайт. Кіргізбейді, жымат ету керек обязательно. Мінекей сізде загруженный файл уже шығып тұр. Сіз қалай сақтайсыз, сол атпен сақталып тұрады. Мына кезде міндетті түрде согласие беріп, галочка қойып, сохранить изменения деп сақтайтын боласыздар. Менде мына кезде бүкіл поле толған жоқ, сондықтан ол сақталмай тұр. Галочка қойып, сохранение измененияны басқаннан кейін успешно сохранено деген бет шығады сіздерге. Сол кезде окейді басасыздар. Сонымен аяқталады. Енді мына кезде сіздердің трудовойларыңызды толтыруды қарайық. Мына кезде мінекей трудовая деятельность, опыт работы деп тұрған жерге карандашты басасыздар да. Бұл жерге де мінекей загрузить скан документа, трудовойларыңызды бірінші бетінен бастап, ат жөндеріңіз тұрған жерінен бастап скан жасайсыздар. Оны да жымат ету керек. Бүкіл документ 2 мегабайттан артық болатын болса сақталынбайды. Сосын мына кезде добавить еще одно место работы деп таңдайсыз да. Мына кезден жұмысыңыз қай уақытта кірдіңіз, қай уақытта шықтыңыз, соны жазасыз міндетті түрде. Введите должности и организацию на русском языке. Мысалы жазасыз, осындай жерде, мысалы осындай бөлімнің бас маманы, жетекші маманы, немесе там методисті. Местонахождение организация қазақша, орыс тілдерінде міндетті түрде толтыру керек. Бұл жерде бастайсыз. Бірінші облысыңыз жазасыз, ауданыңыз жазасыз, кент болса кент, ауыл болса ауылдық округ, ауыл
толық жазылу керек. Сосын көшесін міндетті түрде таңдайсыздар. Категория должности деген жерде де сіздерде госслужба болатын болса, категория болатын болса міндетті түрде көрсетесіздер. Если ондай категория болмаса, бұл поле сіздерге міндетті болып табылмайды. Сосын добавить функциональное направление міндетті түрде жазылу керек. Сіздерге бассаңыздар өзі шығатын кезде таңдалатын функциональный направлениелер, соның ішінде біреуіне жатқызып кіргізесіздер. Екі-үшеу таңдауға болады функциональный направление. Бірақ бұл бетті толтырмайтын болсаңыздар, сіздікі сохранить етілмейді. Содан кейін кезде сіздердің стаждарыңыз өзі автоматически есептеліп тұратын болады. Бұл бетте де міндетті түрде галочканы қойып сохранить изменения дейсіздер. Сол кезде изменение успешно сохранено деп шығады, сізде окей деп таңдайтын боласыздар. Сол екі бет сізде толғаннан кейін сіздер мына жерде вакансия деген не бар, вкладка бар. Вакансияға кіресіздер. Сіздер резюмеңізді толтырып қойдыңыздар, уже сіздерде бүкілі дайын болғандықтан сіздер өздеріңіз таңдаған бос орындарға отклик бере аласыздар. Мінекей мына кезде бүкіл региондікі шығып тұр. Данный момент сіздер мына кезден стрелочканы төмен қарай басып, облысты таңдап, мінекей облысты таңдайсыздар. Ұлттық облысын жалпы таңдауға болады. Оның ішінен кіріп, мысалы, именно бір қаланы таңдауға болады. Сосын подтвердить дейсіздер. Сіздерде жаңағы таңдаған қала, ауданыңыз, облысыңыз бойынша вакансиялар шығатын болады. Содан кейін, мысалы, осы мамандықты көргеннен кейін подробнее басып, мінекей бұл кісілерде, например, тестирование ОЛК 1-нен 3-не дейін екен, 3 күнді алады. Екінші этабы 6 мен 8 аралығында, собеседование 12-сінде қойылған екен. Мына кезде өзіңізге қажетті құжаттармен таныса аласыз. Сосын отклик бере аласыз сіз мына кезде. Сізде мына кезде база өзі автоматически тексеретін болады, проверка персоны. Содан кейін сіздерде вы успешно прошли, мына кезде согласование беріп, сізге сразу айтады, сіздің мамандығыңыз мына кезге келе ма, келмей ма, базадан өзі сіздерді. Если келетін болса, сіздерге допуск бере береді, отклик успешно деп сохранить етіледі. Содан кейін мына жерде өз ат жөндеріңізге қайтып бассаңыздар, мои заявкидан қай жерге отклик бергендеріңізді көре аласыздар. Резюмелеріңізді кез келген уақытта өзгертіп толықтыруға болады. Ал приглашение задачи деген ол СЧК болып тіркелген адамдар үшін ғана, жай мысалғы конкурсанттарға оның қатысы жоқ. Избранная вакансия дегенге сіз мысалы мына кездегі мынау галочкамен лентаны бассаңыз, сіздіге избранныйға сақталып қалады. Сол кезден избранныйларыңызды көрсеңіз болады. Профиль пользователяға да кіріп көрсеңіздер болады. Ол кезде жаңағы қашан кіріп, қашан шыққандарыңыз көрсетіліп тұрады. Мына кезде тестированиеге жазылуға болады. Тестированиеге кірсеңіздер, мінекей записаться на тестирование кіруге болады. Мына кезден өзі программа, сіздерде бір программаны таңдайсыздар. Содан кейін уақыты мен күнін таңдайсыздар. Язык тестирование, тестті қай тілде өтетіндеріңізді таңдап, мына жерде галочканы басып записаться етілсеңіздер болады. Сіздер тестке жазылғаннан кейін дәл осы платформаға QR арқылы немесе ETSIP арқылы кіріп, дәл сол уақытта кірулеріңіз қажет болады. Сіздерге негізінде ноутбукпен кірген ыңғайлы, себебі ол жерде аудиофиксация мен видео камерасы өзімен бірге болады. Компьютермен де, егер сізде видеокамера мен аудиофиксация болатын болса, кіре берулеріңізге болады. Және де міндетті түрде сіз екінші камераны соткамен QR-ды скандап, соткамен де камераны қосатын боласыздар. Сотканы міндетті түрде аласыздар. Сіздерде тестте 55 сұрақ болады. Ол 4 заңнан. Бірінші заң Қазақстан Республикасының Конституциясы, екіншісі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң, үшіншісі мемлекеттік қызмет туралы заң, төртіншісі этикадан сұрақтар келеді. Сізге 55-тің ішіндегі өзінің проходнойы негізі 30. Ал әрбір заңнан проходной 5 болып табылады. Сіздер өтпей қалған жағдайда сізге результат сразу шығады. Ал өткен жағдайда 3 немесе 5 жұмыс күні
аралығында сіздерге результат шығып тұрады. Осы бетке кіріп, жанағы кездегі өз аты жөндеріңізге басқан кезде мои заявкидан кіріп көрсеңіздер, кезде сізде шығады өзі сертификат деп дайын тұрады. Сертификатын скачать аласыздар. Ол сертификат кәдімгідей 1 жылға жарамды.